Сәлем достар, ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бір кнопканы таңда деген ойынды ойнайтын боламыз. Жалпы 35 сұрақ, ал ойлануға 6 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер. Ал ендеше бірінші сұрағымыздан бастайық. Сен таңға ас ішпей жүре аласың ба? Жауабыңды айта ғой. Келесі сұрағымыз, қиярды қантпен жеп көрдің бе? Мен мысалы ешқашан жеп көрген емеспін. Ал енді келесі сұрақ, бір күнде 15 сағат ұйықтаған кезің болды ма? Жасырын біреуге ғашық болып көрдің бе? Бұл жерде бірақ шыныңды айт. Немесе жоқ те. TikTok үшін жұрттың алдында ұялдың ба? Яғни TikTok'қа түсірілген видеоларың үшін. Досыңның туған күніне мен ауырып тұрмын деп бармай қойған кезің болды ма? Өтірік айтып. Инстаграмда біреуді жасырын бақылайсың ба? Немесе жоқ деп жауап бер. Көшеде кетіп бара жатып, теріс бағытта кетіп бара жатқан кезің болды ма? Және сол үшін ұялған кезің. Әзілдеп біреуді жылатып қойғансың ба? Жылатып қойсаң, онда кешірім сұрадың ба? Қатты күлгің келіп, бірақ өзіңді әзер ұстаған кезің болды ма? Мысалы, менің бала кезінде осындай оқиғалар жиі кездесетін. Көзілдірігіңді іздеп жүріп, оның бетінде екенін байқаған кезің болды ма? Бұл көбінде очки тағатындардың проблемасы. Біреудің үйіне барғанда тамақ қайда екен деп ойладың ба? Біреумен сөйлесіп тұрып, оның атын ұмытып қалған кез болған ба? Мұндай қызықты жайлар болып қалуы мүмкін өмірде. Шашыңды әдемі жасаймын деп бүлдіріп алған кезің болды ма? Бұл көбінде қыздарға тән қылық болып табылады. Аяқ киіміңнің біреуін жоғалтып көрдің бе? Бала кезіңде үйде жалғыз қалып, үйден біреу бар деп қорққан кезің болды ма? Немесе елес көрдім деп. Туған күн кешінде өзіңе торт жетпей қалады деп уайымдадың ба? Көшеде бейтаныс адамды таныс адамға ұқсатып сәлем деп айтқансың ба? Немесе жоқ деп жауап бер. Инстаграмда жалған аккаунт аштың ба? Және не үшін аштың, егер ашқан болсан? Блог түсіріп көрдің бе? Немесе Инстаграм, TikTok'қа видеолар жүктейсің бе? Ойын ойнап, түнгі 3-ке дейін отырдың ба? Жалпы ойынды жақсы көретіндер болса, комментке жаза кетіңіздер. Үйде жалғыз қалғанда өз-өзіңмен сөйлескен кезің болған ба? Немесе үйде ән айтып жүрген кездерің. Сабақта 2 алғансың ба? Біреуге маған ұнамайсың деп жазып, кейін өшіріп тастағансың ба? Біреудің жылап жатқанын көріп, өзің де жылағансың ба?
Мұндай жағдайлар көбінде драма, сериал көретін қыздарда көп кездесетін жағдай. Қатты шаршап келіп, аяқ киіммен жатып ұйықтап қалғансың ба? Немесе жоқ деп жауап бер. Мен бүгін ерте жатам деп түнгі сағат 3-ге дейін ұйықтамағансың ба? Ондай жағдай болса, комментке жаза кет. Біреу сөйлеп жатқанда сөзін ұмытып қалып, қайта сұрағансың ба? Қайта бір видеоны көріп күле бергенсің бе? Егер я болса, ол қызықты жаймен де бөлісе кетсем болады. Өзіңе хат жазғансың ба? Немесе армандар картасын жасап. Көңілсіз кезде мұңлы ән тыңдадың ба? Жалпы, музыка тыңдағанды ұнатасың ба? Немесе жоқ деп жауап бер кет. Досыңның құпиясын басқа досыңа айтқансың ба? Немесе сен сырды сақтаушы жақсы доссың ба? Сүйікті киімің кір болғанда бәрібір кием деген кезің болды ма? Ұйықтап жатып өз ойларыңнан қорқып оянғансың ба? Немесе түс көріп түсіңнен шошып оянған кезің болған ба? Сыртқа шыққанда бәрі саған қарап тұрғандай сезім болған ба? Ал осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойынымыз ұнаған болса, каналға жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер. Сонымен қатар сіздерге қандай видеолар ұнайды, соны комментке жаза кетіңіздер. Сол видеолар осы аптада жарық көретін болады. Сонымен қатар каналға жазылып жатқан әрбір жазылушы үшін алғысымды білдіремін. Сіздердің маған деген қолдауларыңыз өте маңызды және мен үшін мотивация болып табылады. Ал ендеше достар, келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.